Тараз қаласы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Құлан мектеп-гимназиясының атынан ең үздік әдістемелік бірлестік атты сайысына қатысатын бастауыш сыныптар бірлестігінің мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ұжымда 21 бастауыш сынып мұғалімі бар. Бірлестігіміздегі оқу ісі жөніндегі орынбасары Орынбекова Роза Мейірбековна, бастауыш бірлестік жетекшісі Құрманалиева Нұрбану Шакеновна. Мұғалімдердің сапалық құрамына келетін болсақ, 8 зерттеуші, 3 сарапшы, 5 модератор санатындағы мұғалімдеріміз бар. Бүгінде сапалы білім қарқынды дамудың басты шартына айналды. Осы ретте 7 түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу осы күннің негізгі міндеті деп өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы айрықша айтқан болатын. Бүгінде Құлан мектеп-гимназиясының бастауыш сынып бірлестігі білім беру жүйесінің үздік үрдісін сақтай отырып, бір орында тұрып қалмай, әрдайым даму жолында тынбай жұмыс жасап келеді. Оған дәлел еліміз үшін лайықты азаматтарды тәрбиелеу жолында таңдап алған тақырыпта айрықша. Бірлестігіміздің тақырыбы педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқушылардың сауатын ашу, білім-білік дағдыларын қалыптастыру, заман талабына сай білім беру. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек деген сөзі бар. Осы ретте педагогикалық қызметтің озық үлгілері, балаларды ынталандыру мақсатында бастауыш сынып мұғалімдерінің әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыруда инновациялық тәсілдері, қолдану бәсекеге қабілетті, жетілген тұлғаны қалыптастырмақ. Осы арқылы бастауыш сыныптан бастап оқушыны ізденушілікке, өз бетінше жұмыс жасауға, бақылау мен зерттеуге, зерттеу нәтижелерін жинақтап, қорытынды жасай білуге үйретеміз. Сабақ мақсатына жетуде тапсырмаларды орындау үшін белсенді әдістердің жауыр болған түрлері емес, әдістерге жаңашылдық енгізе отырып, оқушыларға қозғалмалы ойын әдістерін ұсынамыз. Ол өз кезегінде